Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Әлқисса әдеби сазды бағдарламамыздың бүгінгі қонағы сазгер, әнші, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Асылбек Әбдікәрімов ағамыз бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз, Асан аға. Қош келдік. Асан аға, енді біздің бағдарламамызда сіз бір-екі рет болдыңыз. Алғаш рет болдыңыз бір рет. Ол кезде де Майраға шығарған әніңізді орындадыңыз ғой? Жоқ, онда мен өзімнің әнімді орындадым. Сағындым апа өзіңді деген. Сол әнді орындадыңыз. Анау Мелис Әміржановтың сөзіне жазылған ән болатын. Сол екеуміз бірігіп шығарған ән, соны орындадым. Сонда бір жақсы бір отырыс болып еді сізбен. Иә. Бүгінде міне бұл енді біздің қозғап жүрген мәселеміз мынау әндердің шығу тарихы, көбінің құлағында жүргенмен оның тарихын біле бермейді. Сол жағынан кішкене бір азда болса үлесімізді қосайық деп жүрміз ғой. Негізінде біз мынау айтылмай жүрген, естілмей жүрген әндер, көп таралмаған әндер келіп жатса бізге қуанамыз. Өйткені жас ұрпаққа ертеңгі үйренуге, осы біздің бір бағдарламамыздың септігі тиіп жатса, ол да бір нұр үстіне нұр ғой. Сондықтан енді бүгін бізге Әлқиссаға не алып келдіңіз аға? Енді біздің жергілікті сазгерлеріміз көп қой. Анау Жайық Мұсадан бастап соңы Шәкен Рақышев ағамызға дейін. Одан кейінгі қазіргі шығып жатқан көптеген композиторлар бар. Соның ішіндегі енді ерекшелер Майра мен Жайық Мұса, және Естай ауызға толтырып айтатын, қуанып айтатын, бүкіл республика, бүкіл қазақ елі білетін біздің сазгерлеріміз, халық композиторлары. Оның кейінгі ізбасарлар Сәдік Кәрімбаев ағамыз. Оның кейінгі буындағы міне Шәкен Рақышев ағамыз кейінгі жылдары өзінің үлкен өнерімен көзге түсіп, халықты риза қылып жүрген әрі композитор, әрі аспаптар жасау шебері болған. Сондай кісілер біздің осы Павлодар өңірінде көптеген адамдар бар. Иә, дұрыс айтасыз. Енді бүгінгі біз енді бірінші өзімізді айтпай тұрып, өзіміздің алдымыздағы осы аты әйгілі композиторларымыздың көпке таралмай жүрген, немесе нота таспасына түспей жүрген әндер бар екен. Әлде бар екен ғой. Әлде бар екен. Енді кейбіреулері түсті ғой, көпшіліктер. Соны мен 2001 жылы Бұқар Жырау музейінде бір 6 айдай қызмет істеп қалдым да, өнер бөлімінде. Онда Айтжан Бәделхан ағамыз, содан кейін Қуандық Абылқайырұлы ағамыз, сол үшеуміз бір бөлімде жұмыс істедік, мәдениет бөлімінде, өнер бөлімінде. Содан Айтжан ағамыз көптеген кітаптар шығарған екен. Өзіміздің зиялы жергілікті ақындар, композиторлардың. Сол ендігі кезекте осы Майраның бір кітабын шығарсам деп өзі жинақталып жүр екен. Содан кейін маған айтады, Майраның әндерін білесің бе? Енді мен Майраның әнін Майрадан басқа ештеңе білмеймін деп. Сонда айтып еді, осы мен театрда істеп жүрген кезде Мархуба Жұмабекова деген әйелмен кездесіп, сонда мен Майра туралы сұрап едім. Ол кісі Майраны менің анам жақсы біледі. Майра мен бірге жүріп ән салған, ол кісі де гармон ойнайтын. Сонда анамның Майраның екінші түрі деп айтып жүрген ән құлағымда қалып қойып еді дейді. Соны айтып берейін деп, сол кезде Айтжан ағамыз жаңағы апамыздың сүйемелдеусіз айтқан, өзінің даусымен айтқан жаңағы Майраның екінші түрін жазып алған екен. Содан Айтжан аға айтты, сен осы Майраны маған нотасын түсіріп берші, екінші Майраның екінші түрі. Енді бұрынғы түрлерін бәрі айтып жүр ғой деп, бұл таралмаған түр екен деп. Содан кейін мен нотаға түсіріп, сонымен қоса өкшесі кебісімнің айнала жез деген әні болған екен Майраның.
Оны мына Баянауылдық Құралай Шаймерденова деген апамыз орындаған екен. Соңында жаңа домбырамен орындап отырған кездерін жазып, үнтаспаға жазып сақтап қойған екен. Содан кейін әйтеуір енді осы әндерді енді нотаға түсіресің ғой. Осы үш әнді де маған түсіріп берші, кітап шығарайын деп едім деп сөйдеді. Үшінші ән бірақ Байғабыл Жылқыбаевтың Толқыма деген ән. Бұл да Майраның әні ғой. Үшеуі де Майраның әні. Осы үш әнді мен сол кітапқа жазып, нотасын түсіріп беріп едім. Содан сол әнді мен сол музейде жүріп, үйреніп, өзім кішкене анда лекция концерт болған кездерде соны баянмен өзім орындап жүрген болатын. Бірақ үлкен сахнада орындағам жоқ. Ал бұның алдында орындап жүргендер бар, бірақ нотаға түспеген екен. Сондықтан мен Павлодар өңірінде мен бірінші рет 2002 жыл шыққан кітапқа мен бірінші рет жаңағы осы үш әннің нотасын түсірдім. Ой, ал енді сол... Енді соның қазір Майраның мына өкшесі кебісімнің айнала жез деген әнін айтып берейін. Соны орындайсыз ба? Соны орындап көрейін. Тамаша, рахмет аға сізге. Осындай бір тарихи дүниені жанашырлық көрсетіп. Бұл әнде театрдың әншісі Гүлжан қарындасымызды айтып жүр, домбырамен, баянмен, сырнаймен. Тамаша аға, осындай бір сіздердің жанашырлықтарыңыздың арқасында, еңбекқорлықтарыңыздың арқасында, осындай бір қазақтың үш бірдей үлкен жанашырларын бір жерге біріктіріп, ол да бір тағдыр ғой. Осы бір әнді нотаға түсіріп қалғандарыңыз. Тамаша екен. Көптен көп рахмет аға сізге. Бүгінгі уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Айтқаныңыз. Құрметті көрермендер, осымен Әлқиса әдеби сазды бағдарламамыз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық. Ұлттың мәйегі ол дәстүрі мен өнерінде, дәстүріміз бен өнерімізді қадірлеп, құрметтеп жүрейік.